балалар, бүгін математика сабағынан 2-ші сынып 79-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы 3 санына көбейту және бөлу кестесін бекіту. Бірінші тапсырма: есептерді шығар. Олардың қайсысына төмендегі суреттер, ал қайсысына сызба салынғанын анықта. Енді алма бағында әр қатарға 9-дан 3 қатар алма ағашы отырғызылған. Бақта неше алма ағашы бар? Көреміз. Бірінші 9-ды көбейтеміз 3-ке. Мынаған сәйкес келеді. 9 көбейту 3 тең 27. Демек 27 алма ағашы отырғызылған. Әлия ағаштан 15 алма үзіп алды. Оны әр себетке 5-тен бөліп салды. Әлияда неше себет алма болды? 15-ті бөлеміз 5-ке, тең болады 3. Бізде 3 себет алма болды. 21 алма 3 себеттің әр қайсысына теңдей бөлініп салынды. Бір себетте неше алмадан болды? 21-ді бөлеміз 3-ке, тең болады 7. 3 себетке, мына жерде 1, 2, 3 себетке 7 алмадан түсті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Келесі тапсырмаға көшеміз. 3-ке бөлінетін 30-ға дейінгі барлық сандарды ата. Бірінші 3-ті 3-ке бөлеміз. 3 бөлу 3 тең 1. 6 бөлу 3 тең 2. 9 бөлу 3 тең 3. 12 бөлу 3 тең 4. 18 бөлу 3 тең 6. 21 бөлу 3 тең 7. 27 бөлу 3 тең 9. 30 бөлу 3 тең 10. Енді осының ішіндегі жұп сандар 2, 4, 6 және 10. Мұқият дәптерімізге жазып аламыз. Келесі есепте. Бұл жерде өте оңай көбейту және бөлу амалдары берілген. Екі жердегі үшім 6. 15-ті 3-ке бөлеміз 5. 12-ні 14-ті 2-ке бөлеміз 7. 12-ні 3-ке бөлеміз 4. 24-ті 3-ке бөлеміз 8. 10-ды 2-ке бөлеміз 5. 5 жердегі 2-ім 10. 4 жердегі 3-ім 12. 27-ні 3-ке бөлеміз 9. 5 жердегі 3-ім 15. 21-ді 3-ке бөлеміз 7. 7 жердегі 3-ім 21. Кері амалдар беріліп тұр, көріп отырсыздар. 7 жердегі 2-ім 12. 14. 18-ді 3-ке бөлеміз 6. 6-ны 3-ке бөлеміз 2. 18-ді 2-ке бөлеміз 9. Келесі салыстыр. 6 жердегі 3-ім 18. 7 жердегі 3-ім 21. Демек оң жағы көп. 3 жердегі 9-ым 27. 9 жердегі 3-ім 27. Екеуі тең болады. 12-ні 3-ке бөлеміз 4. 12-ні 2-ке бөлеміз 6. Оң жағы көп болады. 18-ді 3-ке бөлеміз 6. 18-ді 2-ке бөлеміз 9. Оң жағы көп болады. 27-ні 3-ке бөлеміз 9. 27-ге 3 қосамыз 30. Демек оң жағы көп. 24-ті 3-ке бөлеміз 8. 12-ден 3 аламыз 9. Демек бұда да оң жағы көп екен. Енді келесі тапсырмаға. Бір қарбыздың және бір қауынның массасы қандай? Бұл жерде бір жағында 2 килограммдікі бар. Екінші жағында 5 килограммдікі бар. Бізде таразы тең түсіп тұр. Енді осы жердегі қауын қарбыздардың килограммын анықтауымыз керек. Бір қарбызды 3 кило деп аламыз. Екінші қарбызды 3 кило. Қауындарды 1 килодан деп аламыз. Сонда 3 қосу 3 қосу 2. 10. 3-ке 3-ті қосамыз 6. Оған 2-ні қосамыз 8. 9, 10, 11. Бір жағы 11 кило шықты. Енді қарбыздың килограммы 3 кило дедік. 3 кило, 1 кило, 1 кило және 1 кило. Мына жерде 5 килоға 3 килоны қосамыз 8, 9, 10, 11. Демек бұл жағда 11 кило шықты. Таразымыздың екі жағы тең келді.
Осымен бүгінгі сабақ балалар аяқталды. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.